күні кеше ғана таныстықты тоқтатамыз ау деймін деп айтқан болатынсыз. Иә, Баласа ханым. Шешім сондай болды. Сіздің әлде ортақ? Менің шешімім. Сіздікі, яғни екі тараптан шешілген дүние емес. Жоқ, Тәуіржан тарапынан не айтылатын білмеймін, бірақ мен осылай шештім, осылай дұрыс болады деп ойладым. Жақсы, шақырып алайық, иә? Тәуіржан не дейді екен? Жалпы не себеп детекторға бардық, ол жерде біраз ақиқат айтылды деп қалды Зарина. Қандай ақиқат, қандай шындық барлығын өзін шақырып алып білейік. Тәуіржан, келіңіз. Қош келдіңіз, Тәуіржан, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, бәрі. Енді сіздерден кездесу, сурет, видео сұрамайтын сияқтымын, иә? Или бар ма еді? Әлде бар ма еді? Білмеймін. Сізде құлағыңызда наушник бар ма? Бар болса, можете берген шығар. Енді мен құлақтан сұрамас бұрын өздеріңіз көрсетіңіз келе ме, келмей ме нәрселер бар тұғын. Сұраймыз ба? Сұрап көрейік. Жақсы. Алло десеңізші. Бар болса, көрейік. Ауайын себеп болмаса да хеппиенді мені жұбататын айналамда түсінбейді. Сендердікі басқаша, ал мен сендердікі басқаша, ал мен сүйе тұра қоштастым іштей сені қалап тұрып, көздеріңнен тамшылар құлап тұрып, тәңіріңнен бақытыңды тіледі. Қандай ғана сұрақтар қойып жатсыз? Мен вообще түсінбедім. Или бәрін өшіріп тастайықшы, болды, тоқтата салайық осы жерден. Некесіз балаңыз бары рас па? Жасы примерно 6 ай болды уже. Суайт. Сізге сәтті өлет ұнайды ма әлі де? Я ұнайды, ича. Это правда. Мен сізге жігіт ретінде ұнайым ба? Негізі бұл сұрақ маған қатты тиеді, Тәуіржан. Это ложь. Көп сұрақ қойылған екен. Мына жерде негізі дұрыс емес. Бұл жерде сәл түсініксіздеу болып Иә, бұл жерде андай, мысалы, қалай айтсам екен, сұрақтар қойылды да, просто бұны андай қысық болсын деп нарезкамен істеген ғой, негізі ол жерде бүкіл сұрақтар олай емес деген сияқты. Өздеріңізден И ответтері де прям олай емес. Ау? Өздеріңізден сұраймыз, естиміз. Енді былай бастайық, басынан бастап, иә? Басынан бастайық. Детекторге отыру жалпы кімнің идеясы болды негізі? Негізі Тәуіржанның идеясы. Содан шақырғандан кейін мен жасыратын ештеңем жоқ дедім да, мен де бара салдым. Негізі Тәуіржанның идеясы деп жатыр. Тәуіржан ол сенбегендіктен ба, әлде бір жай ғана қызық қуалап па, не үшін барғыларыңыз? Былай енді, біз екеуміз, Зарина екеуміз сөйлескен кезде всегда типа процентпен андай көтерілмей жатыр да, короче. И бұл кісі енді маған прям 100% сенбейді, хотя бы 50%-ке де жетпейді. Поэтому мен не істедім. Сосын мен командамен ақылдастым. Давайте бір Зарина сендіретін нәрсе істейік деп едік. Сосын бір ютубтан бір шоу көріп аттық та, қарасақ, сол жерде осындай нәрседе отырады екен адамдар. Оказывается, ол даже кейде сотта да қолданады екен, адам алдағаны ма, алдамады ма білу үшін. Сосын Заринаға айттым, что там барасың ба деп, андай специально мысқылдап айттым да. Мен ойладым, Зарина жоқ ей деп айтам ма деп. Сосын, иә, мен жасыратын ешнәрсем жоқ, бара саламыз деді. Сосын екеуміз бірімізге сұрақтар дайындап келдік, типа 5-6 сұрақтан бірімізге. Сөйтсем, сол жерде бір кісі болды тағы, и сол бізге тағы 10 сұрақ қойды, короче. Сол сұрақтардан кейін кішкене ажиотаж басталып кетті. Потому что мен ондай сұрақтар болады деп ойламадым. Мен өзім 5 сұрағыма жауап дайындап келдім. Примерно осындай если маған қойып қалса, значит нормально болады деген. Сосын Зарина маған сұрақ қойды. В общем, соңында жақсы, сөзіңізді бөлейін. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін нақты қандай сұрақтар қойылды, бірге білеміз.